Кайырлы күн, кадірлі ата-аналар. Бүгін сүйікті мектебimiz Жәутіков атындағы республикалық физика-математика мектебінде ата-аналар жиналысы. Соған ертерек келген болатын. Сіздерге видео түсіріп, өзімнің ойымда жүрген ойлармен бөлісу және көп осы РФМШ мектебіне біз дайындалған кезде қандай қиындық болды, мен ана ретінде қандай қиындықтан өттім, қандай қателік жасадым, және осы жерде көбінесе осы ата-аналардың сұрақтары көп болады. Соған байланысты кішігірім бір видео түсіруді жөн көрдім. Сонымен РФМШ-ны бітірген балалар тек физик-математик болады деп көп ата-аналар солай ойлайды. Басында мен де солай ойлағам, өйткені мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті осы жерде, Тимирязеваның бойында, сол университетте оқып жүрген кезімде, студент кезімізде осылай біз осы Бұқар жырау, осы Жәутік мектебінің қасынан ылғи осы жерде өтіп, осы жерде жүретін едік. Сол кезде енді мен бұл мектепті әлі толық білмеймін және бұл мектептің құндылығын әлі түсінбейтін адаммын. Сол кезде мен де ойлайтын, бұл тек мектепті бітіргенде, бұл мектепті бітірсе тек қана сол физика, математика бағытында маманданып шығады деген секілді, сондай бағытта оқиды деп солай ойлайтынмын. Бірақ уақыт өте келе, білесіздер, жолдасым Нұрлан ағайларыңыз осы мектепте ұстаздық етті, кітап жазды, Өтеш ағамызбен бірге жұмыс жасады. Барған жерінде, барлық жерде ағайларыңыз осы мектеп жайлы көп айтатын, балалардың андай есеп шығарып, осы мектеп жайлы көп мәлімет айтатын. Содан бастап мен бірте-бірте біле бастадым. Одан кейін осы баламыз дүниеге келген кезде осы үлкен ұлымызды осы Жәутіков атындағы физика-математика мектебінде оқытамыз деп айтатын. Енді мен кейін осы мектепті тек қана физик-математиктер ғана емес, барлық саланың мықты мамандары, журналистер, юристер, өнер адамдар, Тұрсынжан Шапай, мысалы, мықты композиторлар, осындай мықты адамдар осы республикалық физика-математика мектебінің түлегі деген кезде, осы біздің үкіметіміз басқарып жатқан қанша министрлер, қанша мысалы мықты азаматтардың бәрі, қанша бизнес саласында мықты, әлемдік масштабта жұмыс жасап жатқан осындай адамдарды, осы мектептен фундаменталды білім алып, сондай үлкен жетістікке жеткендерін біліп, мен көзіммен көріп, содан кейін осы мектепке шыны керек ғашық болдым. Осы мектепті армандадым. Сол баламды коляскаға салып алып, осы аулада жүретін, осы жерде қандай балабақша бар, қандай мектеп бар, сатылатын үй бар ма, балаларым оқитын болса, жерде жақын жерде тұрсақ деген сияқты солай жүретінбіз. Сол осы мектепті армандап, осы мектептің айналасында жүретін. Қазір мен мектепте ремонт жаңа жылда бітеді. Енді мектептің жанында түсіруге де болатын еді, бірақ ол жер кішкене шумный болып тұр. Тыныш жерде видео түсіруді жөн санадым. Енді жалпы сол көп адамдар физик, математик болады деп ойлайды, бірақ шын мәнінде ондай емес. Содан кейін көп адамдар бұл мектептің құндылығын түсінбейді. Бұл мектепті баланы негізі біз 14 жасқа дейін жақсы орта, жақсы сапалы білім беріп үлгеруіміз керек. Одан кейін баланы оқыту кеш болады. Одан кейін осы мектепке дайындық барысында көбінесе ата-аналардың көп қателігі, баланы кеш дайындайды. Болмаса мектепке баланы 7 жасқа толмай, мектепке дайындық жасамай бірден беріп тастайды. Бұл да бала үшін өте қиын. Ондай қателікті мен де жасағанмын. Үлкен ұлымызды сол 6 жаста балабақшадан ала салып, мектепке дайындық жасамай, мектепке асып солай бергенбіз. Соның зардабын бәрі баланың бойынан байқалады, ол физикалық, менталды тұрғыда. Сол себептен балаларыңызды 7 жасқа толып, 7 жастан асып, егер осындай мектептерде, РФМШ неш мектептерінде оқытамын десеңіздер, балаларды солай 7 жастан толтырып асықпай берген дұрыс, мектепке дайындық жасап бергендеріңіз дұрыс. Одан кейін
енді баланы оқытуға байланысты ең негізгі фундаменталды бұл нәрсе баланы сол бастауышта мектебі жақсы болу керек, жақсы мектепке түсу керек. Биыл біз мастер класстар жасап жатырмыз. Қанша 4-ші класстан балалар келіп жатыр, бірақ білімдері өте төмен. Жақсы мектептен келіп жатқан балалар да бар. Олардың да мен мұғалімдерін, мектептерді қазір Алматы қаласында бір 3-4 жақсы мектеп бар шығар, соларды қазір біз мастер классымызға келген ата-аналарға айтамыз. Жалпы енді бұл мектептерге неге біз сондай осы мектепте оқу неге актуалды, неге біз осы баламызды осы мектепте оқытқымыз келеді, сол жайлы айта кетейік. Бұл мектепте біз балаларды бұл мектепте баланы оқытудың артықшылығы сол баланың сол фундаменталды білімі, одан кейін жақсы орта, баланың жақсы болуы ол ортасына байланысты ғой. Жақсы орта, сапалы білім, мұғалімдердің сапасы. Енді бұл номер 1-ші мектеп болғаннан кейін республикалық. Бұл жерде енді мұғалімдердің сапасы да өте керемет. Бала да сондай жақсы ортада, өйткені биылғы 2005 жылғы қабылдауда 4500-ге жуық бала документ тапсырған, соның 103 баласы ғана грантқа түсті. Демек, бұл жерде грантқа түсу өте қиын, түскеннен кейін де баланы оқыту қиын. Мысалы, мен қазір ата-аналар жиналысына келдім, баламның әрбір сабағындағы пән мұғалімімен сөйлесіп, баламның күнделік кезетін бақылап, солай ылғи мен мұғалімдермен байланыста болмасам, бала ғой қанша дегенмен 2.90-нан 3 алып қалатын болса, бұл мектептен мейлі ақылы бөлімде оқыса да шығарып тастайды. Ақылы бөлімнің өзіне өте қиын. Биылғы емтиханда 103 бала ғана өтсе, оның бір 5-6 бала ғана ақылы бөлімге өтетін шығар, резервте тұрған балалар. Оқу орталығымызда биыл қаншама бала түсті осы жерге, жатақханаға орналасып деген сияқты. Сол көп ата-аналар сол бұл мектептерде оқытудың сол құндылығын түсінбейді. Сол себепті уақыттарын өткізіп жүреді, ақпаратсыз. Сол себептен балаңызға қатысты қандай да бір ақпараттар айтылатын, сондай айтатын адамдарды көрсеңіздер, міндетті түрде соған құлақ асып, тыңдап, келіп консультация алып, баланың білімін байқап. Өйткені қазір балалар қанша мектепке барып оқыса да, қосымшаға барса да білімдері төмен. Оқу орталығымызда 7-ші сыныптың баласын бізде сол оларды 5-ші сыныптан бастап оқытуға тура келіп жатыр. Математика күрделі пән, сол себептен арнайы методика, арнайы дұрыс оқытатын, жаны ашып оқытатын адам болмаса, мұндай мектептерге түсу өте қиын. Мектептің дайындығы мен мектептің программасында оқитын есептердің біреуі де келмейді. Мектепте 5 оқитын бала бұл жерде емтиханда 1 есебінде шығара алмайды. Сол себептен көбінесе ата-аналар мастер-классқа келмеген ата-аналар бізде дайындық жасайды да, бірақ документ тапсырған кезде грантқа түскеннен кейін 122 балмен биыл бір баламыз түсіп тұрды. Сол баланың мамасы мастер-классқа қатыспаған. Кейін осы баласын документін тапсыратын кезде қорыққан ғой, бала шығып қалады, ертең оқи алмайды деп, солай ол кісі документін алып биылға тапсырғаннан кейін бізге айтады, биылға тапсырдық деп. Соны айтып жатырмын. Осындай қателік жасамаңыздар, келіп ақпаратты болыңыздар деп айтамын да, өйткені енді бұл жерде қандай бала шығып қалады? Көп шығып қалады деп қорқады да, бірақ қандай бала шығып қалады? Ол енді мына квотамен облыстарда квотамен келген балалар, фундаменталды білімі жоқ балалар, солар 1.90-да 2.90-да оқи алмай шығып қалып жатады. Енді Нұрлан ағайын дайындығында өткен, арнайы дайындықтан өткен балалар керісінше олимпийский резервке кіріп, бірден бұл мектептерде сондай өте керемет жақсы оқи алады ары қарай. Ол үшін сол бала негізі бастауыш 7 жасқа келіп мектепке келу керек, одан кейін барып бастауышта жақсы мектепте оқу керек, жақсы мұғалімде оқу керек, одан кейін барып сол Алматы қаласының 7 дарын мектебі бар, содан мектептер, дарын мектептеріне түсіп оқу керек. Содан кейін осы 5-ші, 6-ші класста, 4-ші класстан дайындық жасаған дұрыс негізі. 4, 5, 6, 7-де 6-да дайындық жасап, сол 6-ші сыныптың
жаңа жылдан кийин документ тапсыруу башталат, солай. Ништики мартта, РФМШники апрель айында өтөт. Сол емтихандар өте кыйын болот. Ништин емтихандары энди катты күрдөлүү эмес, бирок мына РФМШнын емтиханы эң кыйын емтихан осы РФМШнын емтиханы. Сол себептен РФМШнын емтихандарына bir есептің өзі 30 минутқа келеді. 30 минут bir есептің өзі 20 минуттық есептер болуы мүмкін. Сол себептен балалар кыйын есептер, мысалы 10 есеп, сол өте кыйын есептер келет. Сол есептерді шығара алу керек. Баланың логикасы дамыған болу керек, мүмкіндігінше шахматқа береміз балаларды, солай. Енді ала қазір салқын болып тұр өте. Мен қазір енді мектептің ішінен де біраз обзорлар түсіріп сіздерге көрсетемін. Жақсы.